Сәлеметсіздер ме? Үндестік заңы екіге бөлінеді. Буын үндестігі және дыбыс үндестігі. Соның ішінде буын үндестігін өтеміз. Буын үндестігі сингармонизм. Сөз ішіндегі немесе сөз аралығындағы дауысты дыбыстардың жуан не болып, жіңішке болып келуі. Қазақ тілінде белгілі бір сөздегі дауысты дыбыс жіңішке болса, аяғында да жіңішке болу керек. Жуан болса, жуан болу керек. Соған бағынбайтын жағдайларды қарастырайық. Яғни кірме сөздер, қос сөз. Аман есен, а жуан, и жіңішке болып тұр. Қос сөзде бұл үндестігіне бағынбайды. Біріккен сөз, баспа сөз, баспа, яғни жуан болып тұрса, жіңішке болып тұр. Тіркес сөз, ала бер, яғни а жуан болса, жіңішке болып тұр. Және кірме сөздерді араб тілінде кітап, орыс тілінде кино, парсы тілінде күнәһар. Сонымен қатар буын үндестігіне бағынбайтын қосымшалар бар. Тәуелділік мағынасы нікі, дікі, тікі. Мысалы, асан дікі, а жуан, жіңішке.